Сәлеметсіздер ме? Келесі бізде тау ешкі белгісіндегі жандарға апталық болжам 14 және де 20 қараша аралығына. Бірінші мына жоғары жақта бізде екі карта. Бұл аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Одан кейін аптада орын алатын жағдайлар, аптаның басы, ортасы және аяғы. Және де бір аптаға кеңес. Бізде семерка жезл және де смерть старший аркан түсіп тұр. Аптада маңызды әсер беретін жағдайлар. Бір істі, бір жұмысты аяқтап, жаңа бір бастама бастау. Кардинально бір өзгеріс аптаның көлемінде. Мысалға бір жұмыстан шығып, жаңа бір жұмысқа орналасу. Жаңағы болмаса бір адаммен жаңағы ара қатынасты тоқтатып, жаңа адаммен ара қатынасты бастау. Яғни аптада маңызды әсер беретін жағдайлар осылар. Енді жұмыс жағынан бекен өзіңіз аптаның көлемінде бақылап көретін боласыз. Аптада орын алатын жағдайлар: аптаның басы дурак старший аркан және де король жезлов. Жаңағы аптаның басы бір жеңіл, өте бір жақсы басталады. Аптаның басын бір жаңа іспен, жаңа жұмыспен бастайсыз. Барлығы бір жеңіл, өзіңізге ұнап, жақсы басталады. Аптаның ортасы король жезлов және де шестерка жезл. Аптаның ортасында өзіңіздің жұмысыңызды, өзіңіздің еңбегіңізді жаңағы коллективке, басқа адамдарға өзіңізді жақсы жағынан көрсете аласыз. Және де жасаған ісіңіз, жасаған жұмысыңыздан жақсы результат көресіз. Жаңағы жаныңыздағы адамдар, яғни сіздің бұл ісіңізді, жұмысыңызды жақсы жағынан бағалай білетін болады. Келесі бізде пятерка мечи және де шестерка чаш. Аптаның аяғында бір адамдармен реніш болуы мүмкін, бір адамдармен татуласуыңыз мүмкін. Не болмаса сол адаммен ренжісіп, қайта татуласуыңыз мүмкін. Себебі ренжісу не себепті? Сіз ол адамға сенім артып, жаңағы жауапкершілік артқаныңызбен, ол адам жаңағы өз жауапкершілігін уақытылы атқармағандықтан реніш болуы мүмкін. Немесе сіздің ту сыртыңыздан жаңағы қалай айтсам болады? Артық әңгіме айтылуы мүмкін ту сыртыңыздан. Яғни сол адамнан сіз күтпедіңіз, бірақ ол адам осылай жасауы мүмкін. Шестерка чаш, яғни сізге сыйлық беруі мүмкін, көңіліңізді аулау үшін, кешірім сұрау үшін, ойламаған жерден сыйлық алып, бір адаммен татуласуыңыз мүмкін. Және де үйге байланысты бір жақсы жаңалықтар, үй салуды бастауыңыз мүмкін, үйге ремонт жасауды бастауыңыз мүмкін, ойламаған жерден үйге бір өзгерістер енгізуіңіз мүмкін аптаның аяғында. Мир старший аркан, бұл аптаға берілетін кеңес. Аптада болатын кардинальный өзгеріс бар дедім. Бұл кардинальный өзгеріс главный сізге ұнайды. Бұл қорқынышты нәрсе емес. Мир старший аркан. Главное, в душе спокойно. Жүрегіңіз орнында, жаңағы болып жатқан өзгерістер, болып жатқан нәрселер бұл сіздің көңіліңізден шығады. Сондықтан қандай да бір өзгеріс енгізу, бір нәрсемен қоштасып, жаңа бір нәрсені бастау керек болса, жаңағы қадам жасаудан қорықпағаныңыз жөн. Осымен апталық болжам аяқталды. Сау, саламатта, кездескенше.